Дариға апай маған телефон чалып, жұмыстан кейін маған соға кетші, мына жаңадан жазған жырларымды сынап берерсің, әрі немерелі болғанмын, қуанышыма ортақтас деген соң, асыға басып келе жатып, оны елден ерекшелендіріп тұратын мінезін еске алдым. Зейнеткерлікке шыққанға көп жылдар мектепте мұғалім болып істеген, арасында газет-журналдарға әңгіме өлеңдер жолдап, кей сәттерде жұрттың ойына келе бермейтін проблемалық мақалалар жазып тұрады. Мен одан көп кіші болғанмен, арамыздағы жас алшақтығын елемейміз. Тек менің оған сіз деп сөйлейтінім болмаса, кездесе қалсақ әңгімеміз таусылмайды. Бұл сірә екеуміздің де әдебиетке бүйрегіміз бұратындықтан және кітап оқуға құмарлығымыз бір жерден шыққандықтан шығар деп ойлаймын. Апайдың жалғыз қызы Гүлнәр былтыр күйеуге шыққан, бөлек тұрады. Жолдан акация дүкенінің қасындағы гүл базарынан апайдың жақсы көретін сары түсті хризантема гүлдерін таппаған соң, өзім жақсы көретін әппақ роза гүлдерін алдым. Бір қорап конфета мен армян қанағын алуды да ұмытқан жоқпын. Мен келгенде Дариға апай ас үйде тамаққа қамыр салғалы жатыр екен. Дәке немере құтты болсын, бауы берік болсын, айтсын бірге болсын. Өмірге адам келген жақсы ғой. Бүгін қызыма 2 рет барып келдім. Немеремнің салмағы 4 кило болып туылыпты. Дариға апай әдеттегіден қуанышты, жүзінен ерекше мейірім төгіліп, жайнап жүр. Сен мына өлеңдермен таныса бер, мен тамақты қазір дайын етемін. Апайдың өлеңдерінің көбі адамның көңіл күйі мен аналық махаббат туралы екен. Екеуміз тамақ ішіп әңгімелесіп көп отырдық. Бұрын апай жұмыста болған кезде көбіне жұмыс туралы немесе басқа да ресми әңгімелер айтатынбыз. Екеуміздің де мамандығымыз қазақ тілі мен әдебиеті болғандықтан бұл салада әңгімеміз таусылмайтын. Молдованың дәмі тәтті, қызыл шарабын дүниеге келген сәбидің денсаулығы үшін тағы да көтеріп, шын жүректен тілек айтып жатқанымда, менің ойыма апайдың тек жалғыз қызы бар екені оралды. Дәке, Гүлнарыңыздың жалғыздығына ағай ештеңе демеді ме дедім, сұрағымды барынша сыпайы қоюға тырысып. Қандай ағай деді. Дариға апай маған көзілдірігінің астынан сұраулы жүзбен қарап. Күйеуіңізді айтамын, қазақтар ер баланың болғанын қалайды ғой. Мені жұрттың бәрі кәрі қыз атайды. Мен күйеуге шыққан жоқпын, ал қызымды жақсы көретін адамнан туып алдым. Солай ма дедім, әрі қарай не айтарымды білмей қалдым. Мен оны ажырасып кеткен шығар деп ойлайтынмын. Ақыры кеш болып кетті. Одан да сен Замираға телефон соға салда, бүгін осында қон, асықпай әңгімелесеміз. Қызымның қалай дүниеге келгенін де айтып берейін. Мен әпкеме телефон шалып ескерттім де, апайдың қасында қалдым. Екеуміз түннің бір уағына дейін әңгіме соқтық. Өткен жылдардың ізіне көз жүгірткендей болған апай бір сәт үнсіз қалды. Оған да ширек ғасырдай уақыт өтіпті. Мен ол кезде Батыс Қазақстан облысының алыс аудандарының біріне қарайтын алыс ауылдағы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беремін. Ол кезде ауылдық жерлерде жасың 25-тен асса отырып қалған кәрі қыз саналасың. Мен болсам институтты бітіріп, біраз жыл жұмыс істеп жүрген өз алдына 30-ды да орталап қалғанмын. Мектептен кейін бірден Оралдағы пединститутқа кандидат болып оқуға түстім. Сол кезде 1-2 оқушыны заңды студент деп санамай, кандидат етіп алып, содан соң оқи алмай оқудан шығып кеткен студенттердің орнына қабылдайтын. Ол кезде қазіргідей ақшаң болса болды, кез келген оқу орнына түсіп, оқып тіпті оқымайда диплом сатып алатын кез емес, оқуға құрметпен қарайтын. Қолдан бағалар қойылып, жалған құжаттар толтырылмайтын. Бірінші курсым кітаптан бас алмай оқумен өтті. Еңбегім ақталып, студент болдым. Екінші курста да стипендия алу үшін сабақ соңында жүрдім. Ал 3-ші курста мен оны кездестірдім. Ақсары, ұзын бойлы, мығым денелі, өзі ауыздыға сөз бермейтін, аяқтыға жол бермейтін пысық. Домбырамен халық әндерін айтқанда жұрттың аузы ашылып көзі жұмылатын. Гитарамен орысша әндерді орындағанда іші бауырыңды суырып алатын. Ал балалайка мен татардың ойнақы әзіл әндерін салғанда адам тұрған жерінде билеп кеткісі келетін. Ол бүкіл институттың мақтанышы еді. Баяғы сал серілеріндей айналасында жігіттер мен қыздар балға жабысқан шіркейдей толып жүретін. Байқағаным, олар үнемі 3 жігіт бірге жүреді. Бірі маған алыстау ағайын болып келетін Бақыт деген біздің ауылдың жігіті. Ол ағайым кейде мен тұратын пәтерге ауылдың хабарын айтып соғып кетеді. Ауылға барса үйден беріп жіберген азық түлік алып келеді. Институттағы немесе ауданымыздың жастары ұйымдастырған әртүрлі кештерге алып барады. Мен оны жиі кездестіріп жүрсем де, ол менен алыста еді.
Жүрегімде соған ғана арналып өсіп шыққан әппақ гүлімді күн сайын жұлып тастаймын, күн сайын өсіп шығады. Қасынан қыздар көрсем, қараптан қарап қызғанамын, ал ол маған мүлдем көңіл бөлмейді, мендегі сезімнен бейхабар. Тіпті маған бойжеткен түгілі әйел баласы деп қарамайтын сеземін. Айнаның алдында отырып, түріме қараймын да зам келеді. Қиылған қас жасаймын деп қасымды тердім. Фасоны келіспеген соң ба, әлде өзімнің ебім жоқ па болмады. Кішкене қара көздерімді мөлдіреген шаралы көз жасай алмадым. Екі бастан белгілі, қап-қара жылқының құйрығының қылындай сусылдаған қалың қара шаштарым дегеніме көнбейді. Әйтеуір басқа жігіттерді елемеймін. Жатсам да тұрсам да ойлайтыным сол. Есіл дертім де сол жігітте болды. Сөйтіп, селдеген сезіміме тұншығып жүріп 3-ші курсты аяқтадым. Жазғы каникулдан оралып 4-ші курсқа келгенімде мен оның үйленетінін естідім. Ағайым бақыттан шым-шымдап суыртпақ отырып, болашақ әйелі бір дөкейдің қыз екенін білдім. Қатты ауырып қалдым. Бір жұма сабаққа барған жоқпын. Сол хабарды естігенде айналамда қара түнек қаптап, айлар бойы қол бұлғап, жетемін деген арманым быт-шыт болған. Оған деген әлдилеп жүрген сезімім не отқа жағарымды, не суға ағызарымды білмей, қайтсем де жаным мен жүрегімді сол сезімнен тазартып құтыларымды білмей дал болдым. Бұл быт-шыт болған сорлы сезімімді кішкене сынықтарына дейін жинап, жүрек деген орамалға түйіп, жанымның бір бұрышына іліп қойдым. Қаладан кеткенше асықтым, оқу деп. Сабақтан бос уақытымда жайық өзенімен сырласып, өлең жазумен жүріп оқуды да бітірдім. Жолдамамен барған басқа аудандағы мектепте тиісті 3 жылымды істеп, ауылға жұмысқа ауысуды ойлағанмын. Бірақ сол жер ұнады. Біздің аудандай жері шөлейт емес, қалаға да бір табан жақындау. Мектеп директоры жақсы кісі еді. Бастықтың да әділ, адал, білімді, адамгершілігі, түсінігі мол болғаны да жарты бақыт екен ғой. Марқұм Өмірғали ағайымыз сондай кісі болатын. Сол жерде қалуыма сондай әділ, адамгершілігі зор басшымның болғаны да әсер етті десем артық болмайды. Ағаларым әйелдермен өз жөндеріне кеткен соң, әр жазғы каникул кезінде шешемді емдеттім. Тіс салғызып, курорт санаторияға апардым. Шешеммен бірге тұратын інімнің бала-шағасы көп. Онымен бірге тұрғаны болмаса, шешемнің ішім жемі, киім кешегі менің мойнымда. Бір күн орайы келгенде шешеммен әңгімелесіп отырып, «Мама, 30-дан асып барамын. Жақсы жігіт кездеспеді. Шетінен ішкі жаман жігіттерге тегім келмейді. Жақсы көретін адамнан бала туып алсам, бағып бересің бе?» дедім. Ойын шын аралас. «Өй албасты, күйеуге тимей бала туам деп сені не қара басты? Не сен тиетін еркек табылмай қалды ма? Ана көршінің баласы Ғазиз сені әлі күнге күтіп жүрген жоқ па? Бүкіл ауылды, одан қалса ауданды шулатайын деп жүрсің бе? Бір айдан кейін айырылысып кетсең де алдымен күйеуге тей. Бала туғың келсе, үйінде отырып туыпты дегеннен ажырасып кетіпті деген жеңіл. Әлде ана аға інілеріңді жерге қаратқалы жүрсің бе? Осы сен қызға оқу өтіп кеткен. Содан бірдеңе шығатында кітаптан бас алмайсың. Сол кітап оқығанның пайдасы бар ма? Көп оқуда миың ағып кеткен ғой деп автоматша тарсылдаған шешем сөзінің аяғында сөйлей алмай ашуға булығып жылап жіберді. «Мама, тыңдашы, мен күйеуге тимей бала тусам, одан ешкімге келіп кетері жоқ қой. Қиналсам өзім қиналамын. Өмірге сәби әкелу қылмыс емес қой. Күйеуге шығып тұрмыс құруды маған тағдыр жазбаса қайтемін. Ал менің ана болғым келеді. Ғазиз секілділерге күйеуге өлсем де тимеймін. Сіз өмірі жұмыртқа жемейсіз, Ғазиз да маған сол жұмыртқа секілді» деп ең жақын адамым анамның жанымды түсінбегеніне ашынып мен де жылап жібердім. 2 сағаттан соң шешем ауылына, ал бір шешімге келгенмен облыс орталығына аттанып кеттім. Мен оны облыс орталығындағы жұмыс істейтін мекемесінен қиналмастан іздеп таптым. Оқу бітірген соң қайнатасының арқасында қалада қалып, үлкен қызметке орналасқанын білетінмін. Орташа бір мекеменің басшысы, кей кабинет адамның мысын басқанда екен. Ол жарқылдап орнынан тұрып қарсы алды. Менің Бақыт ағайымның қасында жиі жүретінімді ұмытпапты. «Кел, Дариғаш, төрге шық, көрмегелі қанша жыл» деп маңдайымнан сүйді. Арада көп жылдар өтсе де ұмытпағанына, оның үстіне жылы қарсы алғанына риза болып қалдым. Жұмыс бастылы болып кеттік қой деп ақталғандай Бақыт ағайдың хал жағдайын сұрады. Негізі әңгімені қалай бастап келген, жұмысымды қалай айтарымды білмей. Уақыт өтіп жатыр. Ол іскер адамның кейпімен аман солықтан соң. «Дариға, қабылдау бөлмесінде кісілер жиналып қалған болуы керек, ұялмай жұмысыңды айт» деді. Біреу кіріп қалама деп әлде айтуға үлгере алмай қалам ба деп асыққан мен төбеден түскендей, «Мен сенен сәби сүйгім келеді» дедім. Ол мынаның есі дұрыс па дегендей бетіме қарап отырып қалды.
Мен тездетіп оны алғаш көрген күннен бастап сүйетінімді, күйеуге шығу түгіл ешқашан еркекпен болмағанымды, өзінен сәби сүю үшін бірге болғым келетінін, сол үшін осында бір пәтер жалдағанымды, бар сыр екеуміздің арамызда қалатынын, оны күтетінімді, басқа не айтқаным есімде жоқ. Қолына адрес жазылған қағазды ұстата салып, ол есін жиғанша шығып кеттім. Бір ауыз сөз қатуға шамасы келмей ол қалды. Қабылдау бөлмесіндегі хатшы қыздан оның жұмыс телефонын да жазып алуды ұмытқан жоқпын. Пәтерге келгеннен кейін өзімді қоярға жер таппадым. Келе ме, келмей ме, келісе ме, жоқ па, келіссе қалай бастаймыз? Әлі еркекпен болмаған басым, келіссе қалай бірге боламын деген ойлардан көңілім қобалжыды. Отырып неге бұлай жасадым? Бұл ақымақшылық емес пе деп, осылай шешкенімде де, осында келіп пәтер жалдағаным да дұрыс емес деп шештім. Пәтерді тапсырып кетіп қалмақшы да болдым. Оның жұмысы көп, келмейді, сені не қылсын деген ішімнен бір ой бас көтерді. Уақыт өте келе адамның әр нәрсеге талабы күшейеді. Жаның, тәнің, сезімің бәрі қатайып қалғанда, немесе қатая бастағанда біреудің дегені мен ыңғайына көну оңай ма? Әйтеуір бала туып аламын деген ойға бекінгенім шын, және оны бірінші кезектегі орындайтын мақсат деп шешіп қойғамын. Ол келмесе, я келіспесе, кімнен туамын, жоқ келіссе де келіспесе де тек содан туамын деп шештім. Аласырған ойыммен арпалысып, енді ол келмейтін болды. Жұмыс уақыты баяғыда аяқталған. Қандай бақытсыз едім деп жылап алып, пәтерді ертең тапсырмақшы болып, өрекпеген көңілімді баспақ болып, валидол ішіп алып жатып едім. Көзім ілініп кетіпті. Есік қоңырауының даусынан атып тұрдым. Айнаға қарауды да ұмытып есікті аштым да, кіріп келе жатқан оның мойнына асыла кеттім. Оның бойындағы кеңселік ресми дағдыны осылай кенеттен бұзып, оның ойланып, менен бас тартуына шама келтірмеуге тырыстым. Бірақ ол мен ойлағандай көтеріп алып шырайын алдырып, бас салып төсекке көтеріп апарған жоқ. Тек маңдайымнан сүйді де сыпайы құшағынан босатты. Жеңіл шарап ішкені сезіледі. Ол да айналаға көз салып, не істерін білмей тұрып қалды. Бір кезде тамағын кенеп, Дариғаш, сені бақыт осылай атайтын еді ғой. Дариғаш, бағана дұрыс сөйлесе де алмадық. Мен бақыттан хабарсыз кеткенмін. Маған менен бір көмек керек па? Оған, иә саған деп маған қарады. Енді бір минут кешіксем сыпайы қоштасып кетіп қалатын сезіп, кеш болатын ұққандай мен жаны ұшыра. Сенің маған деген сезім ешқашан оянбайтынына көзім жеткен. Оның маған қажеті де жоқ. Есесіне екеумізді 100 рет орап алатын сезім бар менде. Мен сені осы жылдар бойы сүйіп келгенмін және сүйіп өтемін. Мен ешқашан еркекпен болған емеспін. Жаным мен тәнімнің пәктігі саған арналған деп, үстімдегі юбканың түймесін ағытып жіберіп едім, сырғы баяғымның басына түсті. Бет түр монша болмағаны мен мүсінімнің сұлулығына мақтан аламын. Бассейн мен өзен көлге шомылуға барсам, маған жігіттер қайырылып қарап жататын. Батылдықтың қайдан келгенін білмеймін. Оның көйлегінің түймесін ағыта бастадым. Ол да қанша дегенмен еркек емес пе? Мені құшағына алды. Менің оған деген сөнбеген, бірақ оны үйленеді дегенде қирап қалған сезімімді жүрек деген орамалға түйіп жанымның бір бұрышына іліп қойдым дегенім бекер болып шықты. Ол сезім тек бір бұрышты ғана емес, менің бүкіл жан тәнімді түгел орап алған екен. Жүрегімде 62 тамырым да оның атын қайталап соғып жатты. Екеуміз бірге болған сол 7 күн қайтып келсе, оның орнына қалған өмірімді берер едім. Сол кезде мен қандай бақыт дедім. Көп жылдар бойы өзім сүйген адамыммен бірге әйел бақытының дәмін таттым. Сол басымнан өткен 7 күндік бақытымның сәулесі мен жылылығы қалған өміріме жетіп келеді. Менің сол кезден есімде қалғаны, күн мен түнді ажырата алмай қалғаным, өзімнің шексіз бақытты болғаным, менің оны да шексіз бақытқа бөлегенім ғана. Жаным, мен бақыттымын, бақыттымын. Сен әлі қыз екенсің ғой. Қалайша осы кезге дейін пәктігіңді сақтағансың. Шынымен осы жылдар бойы мені сүйіп, мені күттің бе? Болған жоқпын жаным, сен үшін сақтадым. Мұндай бақыт маған бұйырмайды ма деп едім. Әйелім де қыз болмай келген. Дариғашым менің, мен саған қарыздармын. Енді менің әйелім боласың деп ентікті. Оның үздіксіз қимылынан шаршаңқырап қалған мен арасында ернімді тістелеп, айқайлап жібермеуге тырыстым. Қолдарыммен жаймамды қысумен болдым. Оның ух деп алған демімен бірге, сен енді менің әйелімсің, мен сені езіп жібердім бе деген үні алыстан талып естілді. Біраз уақыттан кейін қан ақ жайман ауыстырып жатқанын байқадым. Ертеңіне күні бойы төсекте жаттым. Өңім бе түсім бе білмеймін. Бір ретінде тамақ ішші, не жегің келеді деп жеміс жидектер мен шырындар әкеліп, екінші рет я тебя очень хочу деп қасыма келген, оны жолатпадым. Денем дел-сел болып, бірақ өзім риза қалып та,
бір көптен армандап жүрген шыңның басына шаршап шыққандай бір өзгеше күйдемін. Қыз келіншек жеңгелерімнің әңгімелерінен еркек пен әйел арасындағы құпиялар туралы көп естігенмін. Ол кезде бұл тақырыптар кітапта жоқ еді ғой. Қазір ғой кез келгендің күршекте мен мұндалап тұрғаны. Бірақ менің басымнан кешкендей болады деп ойламаппын. Жан дүниемде арпалыс жүріп жатты. Бір жағынан әппақ сезім, бір жағынан бір түрлі қорқыныш па, жеркеніш пе бір нәрсе. Тіпті оны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сол махаббат дегеннің еркек пен әйелдің арасындағы жыныстық қатынас дегенге тіркелгенде көлеңкелі тұсы да бар ма деймін. Қандай жақсы, білімді, мәдениетті адам болса да, ол табиғаттың бір бөлшегі, ал табиғат адамдар мен жаны бар тіршілік иесінің бәрін еркек ұрғашы деп екі топқа бөлгенін, олардың басты міндеті табиғи заңдылықпен алдымен ұрпақ қалдыру екенін сонымен өткізген түндерде ғана ұқтым. Ол қайта-қайта бетіме төніп, бір жерің ауырып қалған жоқ па деп асты үстіме түседі. Мен болсам істеген әрекетімнің дұрыс бұрыстығына баға бере алмай, әрі бір шешімге келе алмай, ой түбін шарлаумен болдым. Екінші күн осымен өтті. Бұл менің жан ләззатымен қоса, тән ләззатының не екенін түсініп, үйреніп, әрі соған әзірленген күнім болды. Ара-арасында бірнеше сағатқа кетіп, қалғаны болмаса, содан екеуміз 7 күн бойы бірге болдық. Құштарлық пен құмарлықтың шырқау биігіне жетіп, менің жағымнан жан ләззатына қоса, тән ләззатын ала бастағаны болса, оның жағынан тән ләззатын алып, оған қоса жан ләззатын да қоса алуға ұмтылып жатқан кез еді. Жаным, дейді ол, мені құшағына алып жатып. Бар өмірімді төңкеріп жібердің ғой, тіпті не істерімді білмеймін. Жұмыс басылықтан ба, жұмысына әрең жататын басым, өзімнің саған деген құштарлығымды баса алатын емеспін. Мені 25-іме қайтып апардың ғой. Оның менің оған деген жылдар бойы әлдилеп келген аяулы сезімім емес, ең басты қыз болып шыққаным риза ететін секілді. Ол осындай сөздерді тебірене айтып, тәнімді аймалап, өз ыңғайына бейімдей бастайды. Бірнеше жылдар бойы талай қыздың, оның ішінде менің де арманым болған көктегі жігіт, өзінің бақыттылығына не істеп, не қойғанын білмей, менің сандарыма дейін аймалап, аяғымның астында жатты. Үйі мен жұмысында іссапарға кеткен болып есептелетін ол менен барын аяған жоқ. Тәнімнің ауырғанына да қарамастан, одан 2 қабат болуды тілегенмен, талай қимылдаса да көне бердім. Оның тәжірибелі қолдары мен төсектегі іс-әрекеті де, өзін ұстауы да менің көңілінен шығып жатты. 7-ші соңғы күні төсіме басын қойып жатқан ол, Дариғаш, мен сенің қасыңда өзімнің нағыз еркек екенімді сезінгендеймін. Бұл сөздеріңді қалай түсінемін? Ол қазақшаға жүйрік емес. Мен секілді орысшаға шорқақ ауыл мұғаліміне қазақша сөйлеуге тырысқанмен арасында кібіртіктеп қалып орысшаны да қосып жіберіп отырды. Әрине, еркекпін ғой, бір ұлым да бар. Бірақ неполноценный еркек болған сияқтымын. Маған сенің төбеден түскендей ойда жоқта сыйлаған пәктігің, ұзақ жылдар бойы сақтаған таза сезімің, мені төредей көріп көрсеткен құрметің, мені бір үлкен биіктің басына шығарғандай, мен өзімді 25-тегі жігіттей сезінемін. Бұлай болады деген нәрсе ойым түгіл түсіме де кірмеген нәрсе. Сенің мен үшін қандай құрбандыққа барғаныңды да жан тәнімен сезіп жатырмын. Жас кезімде біреу мені осыншалықты жақсы көреді деп үш ұйықтасам ойыма кірмепті. Ағаң бақыттың қасынан көргенде, мына тәмпіш мұрын қара қыз неге сонша тәлпіштенеді деп ойлаушы едім. Ол басты әңгімені бастамады, я бастауға қорықты, я кейінге қалдырды. Ал маған ол қажетсіз еді. Мен сөзімде тұруым керек болатын. Я, оның алдында да, өзімнің алдында да берген сөзімде тұруым керек. Менің бүгін жалған іс сапарым бітеді. Жұмысқа соғып үйге барамын. Ертең-ертемен жұмысқа барып қасыңа келемін деген ол маған кінәлі адамдай қарады. Мен төсекте жатқан бойы оны мойнынан құшақтап ұзақ сүйдім. Егер одан жүкті болсам, бұл оны соңғы көруім екенін білемін. Ал жүкті болмасам, оны уақыт көрсетер, бәлкім тағы кездесерміз. Ол қанша сұраса да қай жерде, қай ауылда жұмыс істейтінімді айтқан жоқпын. Мен оған, жоқ, мен де ауылға қайтуым керек. Менде сенің жұмыс телефоның бар. Қалаға келгенде саған өзім хабарласамын. Мен іздеме, хабар өзімнен болады деп, көзіме тола бастаған жас пен көкірегімде әп-сәтте пайда болған өксікті байқамай, тез кетсін деп, қатты ұйқым келіп жатыр. Пака деп теріс қарап аунап түстім. Ауылға келіп жұмысымды жалғастыра бердім. 1,5-2 ай шамасы өткенде бойымдағы өзгерісті сезіне бастадым.
Анда-санда баратын ауылыма да ат ізін салуды қойдым. Ауылға келмегелі көп болды. Мейрамда келіп қайтсын деген шешемнің сәлемі де жауапсыз қалды. Құдай тілегімді беріп, ішім біліне бастады. Бір үйдің сиыр туғанға дейін біліп отыратын ауылда мен туралы өсек көбейді. Мен кімге таңарым білмейді. Бөтен жерде тұратыным қандай жақсы. Менің бұл ауылда ешқандай туыстарым жоқ. Өсек десе мен өсек дейді, ал маған бәрібір еді. Себебі менің ішімде менің жауапсыз махаббатымның, менің бар ғұмырыма тұратын, аса бақытты өткізген 7 күнімнің ескерткіші өсіп жатыр. Өзім мәңгілікке сүйген, таза сезімімді арнаған адамның ұрпағының дүниеге келетінін ойласам, ол маған барлық қиындықтарды жеңетін, белгісіз бір жойқын күш беретіндей көрінеді. Тіпті менің әшейінде үйімнен шықпайтын порядочная дос қыздарыма дейін үйіме ат іздерін салмай қойды. Бірақ шәкірттерім бар, мен оларды жақсы көремін. Ата-аналарына айтпаған сырларына дейін олармен бөліседі, сырласады, кеңес сұрайды. Солар мен үшін көп жұбаныш. Ешкімге артық сөз айтып беттеріне қарап күлмесем де, оқта-текте ішіп алып есігімді қағатын еркектер пайда болды.